құрметті қонақтар, бүгінгі игі шара белгілі ғалым, ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған бақытқа жету еңбегі туралы ең үздік әлеуметтік пост жариялау республикалық байқауының жеңімпаздарын онлайн түрде марапаттау салтанаты. Байқау Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының бастамасымен сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының жауапкершілігімен ұйымдастырылған болатын. Еліміздің барлық облысынан дерлік қатысушылардың өтінімдері қабылданды. Нәтижесінде байқауға қатысуға өтінім бергендердің жалпы саны 99, оның ішінде мектеп мұғалімдерінің оқушыларына жетекшілік ету мақсатында өтініш білдіргендері 13 оқушы болды. Қазақ тілінде 82 пост, орыс тілінде 17 пост шығарылды. Қатысушылардың әлеуметтік желідегі сілтемелері мен материалдарын комиссия мүшелері іріктеп, жұмыстарын саралап, жеңімпаздарды анықтады. Байқауға әділ қазы болған комиссия мүшелерін таныстырып өтейік. Комиссия төрайымы Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының бас маманы Демешева Назимат Бекқазықызы. Ақын, журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты Қалау Нұрлыбек Амандәулетұлы. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік Мемлекеттік университетінің саяси әлеуметтік кафедрасының аға оқытушысы, философия ғылымдарының кандидаты Сәрсенбин Үмбетхан Қуандықұлы. Филология магистрі Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, ұлт тірегі қоғамдық ұйымының жетекшісі Айтекова Әсел Сағибергеновна. Облыстық кітапхананың жұртшылықпен байланыс және бұқаралық жұмыс бөлімінің баспасөз хатшысы Сандыбай Марал Жалғасқызы. Ойшыл ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған әл-Фараби шығармаларындағы бақытқа жету еңбегі жайында ең үздік әлеуметтік пост жариялау республикалық байқауының жеңімпаздарын марапаттау және құттықтау сөзін Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Кәдірбаев Нұрхан Кенжебайұлына береміз. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті бізді онлайн тамашалап отырған көрермен, сонымен қатар әділқазылар мүшелері және осы шағын жиынға қатысушылар. Жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер, биыл әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығы деп жатырмыз, сонымен қатар Абай атамыздың 175 жылдығы деп жатырмыз. Қай-қайсысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтпақшы, біздер тойлау үшін емес, толғану үшін, адамға ой салу үшін жасалынатын шаралар барлығы. Биыл осы шараның аясында әрине әл-Фараби бабамыздың басымызға сәлдені орап, бетімізге сақал-мұртты жабыстырып спектакль қойып, бір сәттік концерт ұйымдастырғаннан гөрі, осы бабамыздың ілімін бүгінгі таңда бізге енді келіп жатқан мынау смарт сити дейміз, ақылды қала, парасатты қала ілімдерін осыдан ғасырлар бойы бұрын осы бабаларымыз өзінің трактаттарында көрсетіп, соның жолдарының негізін, жүйесін жасақтап кеткен. Сондықтан осыны қазіргі ұрпаққа насихаттау мақсатында және олардың өзінің аузынан сол сөзді есту үшін, арнайы солардың өзінен тыңдау үшін және соған деген өзінің пікірін білу үшін осындай әлеуметтік постты жариялап, соның ішінде үздік деп танығандарды марапаттайық және сый-сияпат табыстайық деп шешім қабылдаған болатынбыз. Бұл ойлаймын республика көлемінде осы қолына қағаз бен қалам ұстаған әрбір жас буынды, жалпы енді бұл жерде жас ерекшелік болған жоқ оның ойлары. Жалпы әрбір қолына қағаз ұстаған, қалам ұстаған, жалпы әлеуметтік желіде де өзінің пікірлерін, ойларын нақты айта алып жүрген осы белсенділердің, жалпы қоғамдағы азаматтар мен азаматшалардың арасында жақсы бір пікір туғызған байқау болды деп ойлаймын. Өйткені 100-ге тарта байқауға үміткерлердің қатысуы, ол әрине жақсы көрсеткіш деп білеміз. Сондықтан барлық қатысушыларға, қатысқандарға бәріне сәттілік тілейміз. Енді бәйге болғасын жерде 100-ден жүйрік болады, 1000-нан тұлпар болады. Оның ішінде міндетті түрде жеңімпаздарымыз бар. Республиканың түкпір-түкпірінен қатысып, және де өздерінің облысының да намысын қорғап жатқан біздің қатысушыларымыз бар. Сондықтан енді
жеңіске жетпей қалып жатса, ол мен ойлаймын келесі байқауға қатысуға шабыт береді. Жеңіске жетіп жатса, тек қана құтты болсын дейміз. Бүгінгі Әл-Фараби бабамыздың кешегі жасалған жүйесі, Әл-Фараби бабамыздың кешегі жазған дүниелері бүгінгі таңда әлемге дейін бізге үлкен жанымызда жүретін, бізді жетекшеуші үлкен құрал болып келе жатыр. Сондықтан осы құралды насихаттау барысында біз тынбай ары қарай да жұмыс жасаймыз. Соған көмектескендер үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Қазылар алқасын сараптай келе жеңімпаз деп тапты. Бірінші орын Абдуллина Анар Борановна, Ақтөбе қаласы, Зәлерген Жұбан сатындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің оқушысы. Диплом мәтіні: Ұлы даланың ұлы тұлғасы Әбу Насыр әл-Фараби түрлі ғылым салаларының негізін қалаушы ғұлама ғалым, шығыс ойшылы әл-Фараби бір адамдық ғұмырда ғылымның ондаған саласын зерттеп, жаңа бағыттарға негіз болған іргелі еңбектер қалдырғаны таңғаларлық нәрсе. Әлемнің екінші ұстазына айналған Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуына орай ұйымдастырылған бақытқа жету еңбегі туралы ең үздік әлеуметтік пост жариялау республикалық байқауына қатысып, бақытқа жету ұғымын жан-жақты талдап, ойын шебер жеткізе білгені үшін Абдуллина Анар Борановнаға бірінші орын беріледі. Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы Рәдібаев Нұрхан Кенжебайұлы. Құрметті қатысушылар, өздеріңіз көріп отырсыздар, жалпы бүгінгі таңда мына әлеуметтік желіде бағалы сыйлықтар ойнататын, бағалы сыйлықты ұтысқа қоятын, артынан оның бір ізім қайымы жоқ бір дүниелерге көп кезігіп жатамыз. Мен осы орайда біздің осы басқарма ұжым бар, осы Байышев атындағы кітапхана бар, ақылдаса келіп осындай бағалы сыйлықтар қойып отырмыз. Бұл жерде мынадай iPhone 11 бүгінгі таңда енді барлық өскелең ұрпаққа да, үлкенге де, жасқа да, кәріге де, бәріне де ұнайтын сыйлық деп ойлаймын. Көрдіңіздер, тағы да білімдінің мыңды жығатындығын бүгін бір дәлелденіп отыр. Сондықтан сізді құттықтаймын, сыйлығыңызды. Осындай мәтіндегі дипломмен екінші орын. Осы орайды пайдалана отырып, ұйымдастырып отырған Байышев кітапханасына, басқармаға және қазылық еткен Нұрлыбек ағаға, сонымен қатар басқарманың мүшелеріне үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы бұл конкурс жаңа форматта, жаңаша көзқараспен өткен жақсы бір конкурс деп есептеймін. Жылда түрлі шығармалар, эсселер, ғылыми байқаулар болады, бірақ әлеуметтік пост деген бір жаңаша леп болды жастар үшін. Өйткені қазір әлеуметтік желінің заманы болғандықтан қаншама 100-ге тарта жұмыс әлеуметтік желіде 6-5 айға жуық тұрды. Қаншама адамдар, жалпы оқырмандардың барлығы ашық конкурсқа тікелей баға беріп, барлығына бірдей бұл еңбектер, әсіресе осы Әл-Фарабидің екі еңбегі жақсы талданды деп ойлаймын. Жалпы өзім маман ретінде барлық еңбектерді қарап шықтым. Керемет бір қаралық дүниелер бар. Әл-Фараби бабамыздың жалпы трактаттары қаншама, соның ішінде осы бақытқа жету жайында, бақыт жолын сілтеу деп аталатын осы екі трактатын алып, екі трактатын талдауға қойғандарыңыз бұл және қатысушыларға, және сонымен қатар оқырмандарға үлкен серпіліс берді деп ойлаймын. Енді әлеуметтік пост болғандықтан посттың өзінің жанры болады. Енді мен осы постты шағын жанрға кішірейтіп сала алмадым, өйткені кішкентай пост қылып жазу ол кез келгеннің қолынан келеді ғой. Бірақ сонымен қатар бұған Әл-Фарабидің осы еңбегі сыймады, өйткені бұл еңбектің өзінің бір ғана диссертациямен ғана шығаруға болады. Сол себепті мен бұл постты ұзағырақ жаздым, талдауға тырыстым. Бір-бірімен байланысып жатқан, бір пікірін алып тастауға келмейтін трактаты Әл-Фарабидің бір қаралық дүние. Жалпы айтайын дегенім, Әл-Фарабидің бақыт туралы түсінігі ол ғылымда. Ғылым деп отырғанымыз ол адамның өмір бойы өзімен өзі күресу, өзін зерттеп өту, өмір бойы өзін жан-жақты саралап өту. Әл-Фарабидің түсінігіндегі бақыт ол кәдімгі біздер ұғынып жүрген жаңағы денсаулық, тыныштық, өмірдің жанның рахаты деген сияқты нәрселер емес. Әл-Фарабидің бақытының негізі ол ғылым мен философияда.
сол себепті постта барлығын айтуға тырыстым. Үлкен рахметімді білдіремін сіздерге. Әрі қобалжып тұрмын. Бүгін жаңа ғана естідім, өзім сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Осындай мәтіндегі дипломмен екінші орын Есқазина Айдана Бисенгалиевна, Шымкент қаласы, Болашақ жоғары колледжінің оқытушысы. Біздерде ұйымдастыру алқасы жалпы барлық қатысушыларды ескерткен шығарсыздар деп ойлаймын. Қазір біздің әлеуметтік желіден қарап отырған болса, біз осы сыйлығын Шымкент қаласына жіберіп, сол Шымкент қаласының мәдениет басқармасының басшысының қолынан осынау сый сипатты қабылдайсыздар деп біз сіздерге уәде береміз. Екінші орын Қоныш Абыспай Әбділұлы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасы. Дәл осындай Павлодар қаласының, Павлодар облысының мәдениет басқармасының басшылығынан осы сый сипатты алатын боласыздар. Біздер Қазпошта арқылы осы сый сипатты жіберетін боламыз міндетті. Үшінші орын Меңдіхан Шерхан Есболатұлы, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Үлкен Шаған ауылы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Үшінші орын Ахатова Анастасия Алексеевна, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Тоқтар ауылы, Жітіқара аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің нөмір 6-шы бөлімшесінің кітапханашысы. Үшінші орын Өкімбек Күлмерей, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, нөмір 25-ші жалпы орта білім беретін мектебі. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Жүлделі орындарының құтты болсын. Марапат иелерін құттықтау үшін және байқау номинацияларын табыстау үшін сөз кезегін ақын, журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, комиссия мүшесі Қалауов Нұрлыбек Амандәулетұлына береміз. Құрметті бүгінгі шараға қатысып отырған көрермендер және онлайн байқаумен қарап отырған мына көрермендерге барлығыңызға да осы бүгінгі мына Әл-Фараби бабамыздың есімін ұлықтауға, осы биылғы мерейтойына байланысты қатысқан шараларға куә болғандарыңызға және қатысқандарға көптен көп рахмет айтамыз. Себебі бұл шараға 99 адам қатысты, айтқанда бүкіл жаз бойы жүрді. Осы бақытқа жету жолында әркімдер қатысты. Мына шара өте аясы кең болды. Ғалымдар да қатысты, мұғалімдер де қатысты, студенттер, оқушылар, бакалавриаттан қатысты, және басқа да мына үй шаруасындағы адамдар, үйде отырған адамдар, зейнеткерлер, көп адамдар аясы кең болды, қатысты. Соның барлығында да бір нәрсе сезіліп тұрды, ол ғалымның Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбегін халыққа насихаттау және өзіндік көзқарасы, бақытқа жету жолындағы қандай нақты ұсыныстары трактатты талдағандарына біз шын мәнінде үлкен кәдімгі ризашылықпен айтамыз. Мен ойлаймын, бүгін шара бүгін аяқталмайды, талай-талай үлкен осындай насихаттық жұмыстар, ақпараттық жұмыстар жалғаса береді. Сондықтан бүгінгі жеңімпаз болған, жүлдегер болған ағайындарға бәйгелеріңіз құтты болсын дейміз. Ал енді бәйгеге қатысып, бірақ енді жүлдеге алмаған адамдарға келесі жүлде сіздердің жүлдегер болуларыңызға тілектестік білдіреміз. Себебі конкурстың, байқаудың шарты таусылмайды, алдағы уақытта бола береді. Осындай үлкен игілікті шараларда бәрімізде осылай ат салысып, өзіміздің интеллектуалдық деңгейімізді көтеруге жазсын дейміз. Шара құтты болсын, бәйге құтты болсын ағайындар. Байқау номинацияларына ие болғандар: Әл-Фараби тарих пен мәдениетте номинациясы, Бердіғалиева Нұрлыгүл Орыновна, Ақтөбе қаласы, Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының бөлім меңгерушісі. Әл-Фараби ғұлама ғалым номинациясы, Амантай Балнұр Маратбекқызы, Қарағанды қаласы. Қызына көп рахмет. Мінекей осындай құттықтау дипломын жеткізетін болады. Әл-Фараби ұлы ойшыл номинациясы, Шәріпова Бибінұр Нұрлыбекқызы, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ақкөл селосы. Онда мінекей осы Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Ақкөл селосына
Бибінұр Шарипова қарындасымызға жолданатын болады. Әл-Фараби даналық діңгегі номинациясы Төлеуов Тимур Жақсылықович, Ақтөбе қаласы, Құдайберген Жұбаев атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің математика кафедрасының докторанты. Әл-Фараби тағылымы номинациясы Құлтанбаева Жайнагүл Қалдықұловна, Ақтөбе қаласы, нөмірі 40-шы орта мектебінің мұғалімі. Номинация иелерін құттықтаймыз. Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, бұлардың еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарбас ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ. Жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болу керек, деп Әл-Фараби бабамыз атап өткендей, ізгілік нұрын бойына жиған ұстазымыз нөмірі 31-ші Қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Орынгүл Ыдырысова ортамызда. Олай болса, ерекше құрмет көрсетіп, алғыс хатпен марапаттау үшін кітапхананың баспасөз хатшысы Сандыбай Марал Жалғасқызын ортаға шақырамыз. Құрметті бүгінгі онлайн шараға қатысушылар, Шығыстың ойшыл ғалымы Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай өткізілген бақытқа жету трактатын талдау мақсатында ең үздік пост жариялау байқауы бүгін қорытындыланып, жеңімпаздар өз сый-сияпаттарын алып жатыр. Барлық қатысушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта тек әрқашан сәттілік серіктеріңіз болсын. Бар бойларыңыздағы білімдеріңізді осындай байқауларға қатысып, көрсетіп, білімдеріңізді шыңдай берулеріңізді тілейміз. Ұстаздарымызға осы байқауға қатысып, өз білімдерін көрсеткен үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Саид Мери, ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған бақытқа жету еңбегі туралы әлеуметтік постыдағы ең үздік әлеуметтік пост жариялау республикалық байқауына қатысып, ғұлама ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби туралы бітімі бөлек ойыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіремін. Сақтағанбаев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Бақтылы Қошабаева. Дәл осындай мәтінде Алпысбаев Нұрсұлтан, Төлебаева Гаухар, Ертаева Гүлзат, Бақберген Арайлым, Мұхит Инабат, Ізмағамбетова Нұрайым, Жамидулла Мөлдір, Беркутбаева Мадина, Тілеуберген Гүлназ, Сисимбаева Дилназ. Марапаттарыңыз құтты болсын. Жаңа Нәжибе шығарда ағайға апарып сәлем беріп жатырмын. Бұл кісімен рухани ұстазым. Жаңа айтады ғой, жеміс ағашына биік тұрмайды деп, айтпайды маңызды. Енді бірінші мына кітапханаға рахмет айтқым келеді. Жақсы тақырып таңдалған. Бақыт Әл-Фараби бабамыз ол ғұламаның түсіну үшін ол ғұлама болды. Бірақ қазақтардың менің болашақ ғұламалар ғой. Сосын мен өзім жазбадым. Ол бақыт туралы ойлана алмағандығым емес. Сіздер бір бақытқа ие болып жатсаңыздар, мен 13 бақытқа ие болып тұрмын. Байқайсыздар? Міне, осы қазақтардың қалай ойлайды екен деген ой болды менде. Түрлі сұрақтары болды осы қазақтарымның. Бақыт деген ұғымды олар
өздерінше әдемі жеткізіп жатты өз ойларын. Бірақ мен айтамын, Әл-Фараби бабамызды оқып көріңізші. Абай мынау қалай жазған? Ауыр дым тізданмадым дейді. Сол үшін рахмет. Тастамай келіп кәдімгідей. Мына мықтыларына мен бүгін қонатын болдым. Сол себептен осындай балаға кішкентайларымды қабылдағандарың үшін бақытты осылар білсе, мен үшін бір бақыт. Өйткені айтпай ма, бақыт деген балалық шағым деп, нағыз бақыт шақта тұр бұлар деген. Мына адам құлықпан мың жасайды ұрпағымен дегендегі, әгер де бала өзінің балалық шағы бақытты болса, одан кейін ол адамның баласы бақытты болса, одан кейін оның баласы немересі бақытты болса, жасы менің көрімде оламалап отырсыздар ғой, жуан пұшықтар отыр, мықтарсыздар бәріңіз, менен қарағанда. Сол өмір жасы ұзай берілген, мейірімнен бәрінде. Сол себептен өмірін ұзартып жатқандарыңыз үшін балалардың өздеріңізге де отбасыларыңызға амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Жақсы шарадағы жақсы марапаттарыңыз үшін бүгін бәрі ата-аналары бойы қуанып, бір-біріне жүгіріп, бір жақсылық болатын болды. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Сонымен қатар байқаудың қалған 75 қатысушысына да қатысқандары үшін арнайы сертификаттар жіберілетін болады. Бақыт адам ұмтылатын басты мақсат. Өйткені ол белгісіз бір жетілу болып табылады. Мұны түсіндіріп жату артық сөзді керек етпейді. Өйткені бұл белгілі. Игіліктердің ішінде бақыт ең үлкен игілік екендігі және қалаулы заттардың ішінде адам талпынатын ең жетілген мақсат екендігі айқын деп, Әл-Фараби бабамыз бағыт көрсетіп кеткендей, мақсатымыз айқын, игі істердің жетегінде өзімізге де, өзгеге де бақыт сыйлайық. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын.